Баршаңызға сәлем. Сізбен бірге Инка Максовна. Бүгін біз пиццаға арналған осындай қамырды дайындаймыз. Ол өте оңай жасалынады және дәмді болып шығады. Бізге керек өнімдер ұн, су, ашытқы, қант, тұз және өсімдік майы. Өте қарапайым тағамдар құрамы. Енді осыдан қамыр илейміз. Ең алдымен біздің ұнымызды ыдысымызға салып аламыз. Оған ашытқыны саламыз. Менде пак май ашытқысы. Қант, тұз, барлығын жақсап араластырып жібереміз қолмен. Енді бұған жылы су немесе бөлме температурасындағы суды құюға болады. Өсімдік майын құямыз. Жақсылап қамыр илейміз. Қамыр илеп алдық. Қамыр менде осындай жұмсақ болып шығады. Егер онымен тез жұмыс істесеңіз, қолыңыз жабыспайды. Егер асықпай жұмыс істесеңіз, қолыңыз жабысады. Бұл өнімдер менде 2 пиццаға арналған. Сол үшін бұл қамырды мен 2 пиццаға көз мөлшерімен бөлемін де. Енді осыны ашытамын. 1,5 сағат, 1 сағат, 40 минут, әркімде әртүрлі ашиды. 2 ыдысқа салып қоямын және бетін пищевой пленкамен жауып ашытамын. Міне біз қамырымызды салып қойдық, 2 ыдысқа бөліп, бетін жауып ашытамыз. Қамыр міне 40 минуттай көтерілді, осылай көтеріледі. Енді бұны жаямыз. Ұн сеуіп, ары қарай илемейміз. Тура осы қалыпта өзімізге керек диаметрда жайып аламыз. Қалың ғып, немесе жұқа ғып та жайсаңыз болады. Өзіңіздің таңдауыңызға қалай. Енді осы қамырмен мен пицца дайындап көрсетемін. Оған менде тартылған ет пен сарымсақты қуырып алдым. Сіздің қолдауыңыз болсын, каналға тіркеліп, міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Бұл маған өте маңызды. Осы күйінде пешке 250 градуста 5 минутқа салып пістіремін. 5 минутта біздің пиццаның ортасы көтеріліп, арасы піседі. Міне 5 минуттан кейін біздің пицца піскен. Көріңіздер ме, қамыры көтеріліп тұр, ол арасы піскен, шикі болып шықпайды. Енді бетіне ірімшік сеуіп, қайтадан 5 минутқа саламын. 5 минуттан кейін ірімшігі еріп, шығарып пештен сіздерге қазір кесіп көрсетемін. Қарапайым өнімдерден жасалынатын пиццаның қамыры жұқа немесе қалың ғып қолдансаңыз болады, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз.